Короче, бүгінгі видеода мен Майнкрафтта жаңадан выживание бастайтын боламын. Давайте олай болса өзімізге жаңа әлем ашып алайық. Жаңа әлем ашылды, енді әрине ең бірінші кезекте ағаш сындырамыз. Әзірше бізге осы ағаштар жетіп қалу керек. Давайте қазір өзімізге верстак және де кирка жасап алайық. Ал енді осы кирканы дамыту үшін бізге булыжник керек. Жаңа киркамыз дайын, ал енді өзімізге қылыш жасап біздегі бар тамақтарды көбейтіруіміз қажет. Өзіңіз көріп тұрғандай менде енді төсек бар, яғни мен зомбилардан қорқпасам да болады. Ал қазір өзімізге балта жасап алайық. Ең алдымен пеш жасаймыз және оның ішіндегі өзіміздегі бар тамақтарды пісіріп қоямыз. Тамақтарды пешке салып қойдым, енді өзімізге балта жасап аздап ағаш сындырып алайық. Осы ағаш маған әзірше жеткілікті. Енді өзіміздің барлық заттарымызды жинап бұл жерден кетеміз. Қай жаққа барған дұрыс екенін білу үшін жан-жағымызға қарап алайық. Бұл жерде таңғаларлық еш нәрсе жоқ екен. Әрине бұл өте өкінішті. Жарайды, не болса да мен өзімнің кішігірім саяхатымды бастаймын. Мына жерде көмір бар екен. Давайте оны өзімізге алып алайық. Шынымды айтсам, бұл жерде көмір өте көп екен. Бұдан кейін мен сәл жүріп, тағы да көмір тауып алдым. Достар, сіздер ойлап жатқан шығарсыздар, не үшін мені өте көп көмір тауып жатыр деп. Әрине бұның барлығы менің жүрген биомына байланысты, яғни мен қазір таулардың биомында жүрмін. Короче, достар, бұл жерде өте көп көмір кездеседі. Шын өмірдегідей барлығы. Ол көмірлердің барлығын өзіме алып алғаннан кейін мен осы жерде жүрген қойларды өлтіріп шығайын деп шештім. Әрине тамақтарды көбейтіру үшін. Ал одан кейін мен өзімнің саяхатымды жалғастыра бердім. Және де жүріп келе жатып осындай бір шахтаны кездестірдім. Короче, достар, мен мына жерден қазір бір шахта тауып алдым. Осының ішіне түсеміз де қазір железо тапсақ жақсы болатын еді негізінде. Давайте өзімізге факел жасап алайық. Қазір, достар, мен осы шахтаның ішін аралап шығамын. Арадан аз уақыт өткеннен кейін мен өзімнің бірінші железамды таптым. Ал одан кейін екіншісін. Достар, мына жерде кәдімгідей железо көп сияқты. Давайте осы жерді қазып көрейік. Және де қазір көреміз бұл жерде қанша железо бар екенін. Мен бұл жерден 9 темір рудасын таптым. Давайте, достар, қазір мына жерге өзімізге кішігірім база жасап алайық, өйткені менде еш нәрсе жоқ екен. Ұйықтайтын жерде, верстак қоятын жерде, және пешке қоятын жерде. Осы достар, менде еш нәрсе жоқ екен. Осы жерден қазір мен кішігірім база жасайтын боламын. Яғни жасап болдым. Мына жерге кровать қоюға болмайды екен негізінде. Жарайды, қоюға болмаса да ұйықтай салайық осы жерде. Достар, тағы да железо тауып алдым. Давайте осында қазып ала салайық. Темір рудаларының барлығын қазып болғаннан кейін оларды балқыту үшін пешке салып қойдым. Ал олардың біраз бөлігі балқып болғаннан кейін өзіме кирка, қалқан және де қылыш жасап алдым. Олар маған болашақта керек болады. Мендегі бар піспей қалған тамақтарды да пешке салып қойдым. Короче, достар, мен қазір өзіме темір аяқ киім жасайтын боламын, бірақ бізге сауыттың басқа бөліктерін жасау үшін әрине тағы да темір табу керек. Сондықтан қазір мен темір іздеуге шығамын. Короче, достар, мен бұл шахтадан қаншама темір іздесем де темірді тапқан жоқпын. Сондықтан да өзіміздегі бар темірлермен сауыт жасайтын боламыз. Енді барлығына жетеді деп айта алмаймын. Сауыттың толық жасауға сауытты енді жеткенше жасаймыз. Короче, достар, мен қазір өзіме железный шлем жасайтын боламын. Өйткені маған железный шалбар жасауға темір жетпей екен. Сондықтан да өзімізге осындай железный шлем жасай тұрамыз. Ал шалбарды кейіндеу жасаймыз. Өшін дейтін, достар, маған темір жетпей қалды. Қазір давайте осы шахтадан шыға салайық сыртқа. Әйтпесе бұл жерде жасайтын еш нәрсе қалған жоқ. Бұл жерде темір де қалған жоқ даже. Ал мен сыртқа шыға салуымен менің ойыма үй салу деген идея келді. Енді маған сол үй салатын жерді табу керек. Бізде ақыры железный шалбар жоқ екен, онда, достар, өзімізге кожаный шалбар жасап ала саламыз. Оның үстіне ол әдемі көрінеді. Жаңа ғана айтқанымда мен үй салайын деп жатырмын. Әрине үй салу үшін маған ағаш керек, сондықтан да ағаш сындырамыз. Менде үй салатын ағаш та жерде барлығы бар. Енді үйдің өзін салсақ болды.
Маған үй салу үшін ағаш жетпей қалды, сондықтан да осы ағашты ала саламыз. Егер де сіздер менің арнамды біраз уақыт бойы көріп келе жатқан болсаңыздар, менің бұрынғы салған үйлерімнің қандай әдемі емес екенін білетін шығарсыздар. Менің бүгінгі салған үйім де соларға ұқсап қалмаса жақсы болатын еді. Әрине бұл үйді қатты әдемі деп айта алмаймын, бірақ біз выживаниямызды жаңа ғана бастадық. Бізге осы үйде болады. Ең бастысы зомбилар өлтіріп кетпесе болды. Ал енді осы үйдің рум-турын көріңіздер. Ал мен одан кейін үйдің айналасын аралап жүріп өте бір қызықты нәрсе тауып алдым. Короче, достар, жаңа мен үйдің айналасында не бар екенін шығып қарайыншы десем, мынандай заброшенный портал тұр. Әрине бұл өте жақсы. Давайте сандықты ашып көрейік. Сандықтың ішінде өте керемет заттар бар екен. 2 мотыга, 1 кирка, қылыш және де седло. Иә, сіздер мені жай ғана седло үшін не үшін осылай таңғалып жатыр деп ойлап жатқан шығарсыздар. Өйткені седло мен үшін өте керекті зат. Мен оның көмегімен жылқыны, ешекті және де страйдерді қолға үйрете аламын. Ал олардың көмегімен әлемді оңай және де қызықпен саяхаттауға болады. Сонымен қатар бұл порталды құру маған көп қиындық тудырмайды. Короче, достар, біз мынау порталға тағы да 4 обсидиан қосатын болсақ, бұл порталды жаға беруге болады. Иә, әрине бұл порталды біз келесі бөлімде жағатын боламыз. Ал осы бөлімді мен осы жерден аяқтаймын.